Ресейдегі Троицк жылу электр станциясының күл қалдықтары 30 жылдан бері Қостанай облысындағы Шұбаркөл көліне құйылып жатыр. Оның қоршаған орта мен адам денсаулығына залалы әлі күнге нақты анықталмаған. Алайда экологтар Ресейдің Қазақстан заңнамаларын бұзғанын айтып дабыл қағуда. Бұл жайлы өңірдегі тілшіміз баяндайды. Ресейге қарасты Троицк ГРЭСі жылына 1200-1300 мың тонна күл қалдықтарын шығарады. Оның бәрі Қазақстан мен Ресей шекарасының үстінде жатқан мына құбырлар арқылы Шұбаркөл көліне келіп құйылады. Аумағы 2000 гектар көлді жалға алу туралы келісім одақ кезінде 1980 жылы жасалған. Құжат әлі күшінде, тек бірқатар өзгерістер енгізілген. Соған сай заң бұзушылықтар байқалса, айыппұл салынады. Мы выявили, что Біз Троицк жылу электростансасының қайта өңдеу, табиғатты сақтау шараларын жоспарға сай өткізбей отырғанын анықтадық. Жоспар бойынша 150 гектар болса, орындалғаны 100 гектарға да толмайды. Бұл қолданыстағы заңымызды бұзу болып табылады. Заңды тұлғаға 100 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. штраф в районе около 100 миллион теңге. Жалға алынған 33 жыл ішінде Шұбаркөлге 80 миллион тонна күл төгілген. Қайта өңдеу барысында ол жерлерге шөп егіліп, құнарлы қабатпен жабылады. Бірнеше жылдан соң аймақ техногенді кен орны деген мәртебе иеленбек. Скорее всего, будут извлекаться. Бұл жерлерден сирек кездесетін сілтілі жерасты металдары алынатын болар. Литий, алюминий және өзге де дүниелер табылар. Тіпті мұнда алтында болуы ғажап емес. Какое-то количество золота. Экологтардың айтуынша алқапты қайта өңдеуден төнер қауіп жоқ, тіпті оны ауыл шаруашылық мақсатта пайдалануға болады. Также у казахстанских экологов есть мысль. Қазақстандық экологтардың бұл жерде қорық ұйымдастырмақ ойы бар. Осы аймақта қызыл кітапқа кірген құстардың 5 түрі мекендейді. Одан өзге де табиғат ғажайыптары жетерлік. Алайда күлі күннің көзін торлаған көлдің маңайындағы елге кеселі де аз емес. Тұрғындар арасында ісік аурулары өршіген. Татьяна Макарова бұл мәселені бірнеше жыл бойы айтып келеді. Это есть проблема бар. Қалай болғанда да оны шешу керек. Тұрғындар арасындағы көбейген ауру Троицк жылу электр станциясының нәтижесі. Мұны ешкімде зерттеп бірде-бір тексеру жүргізілген емес. Нам их никто не приводил. Троицк жылу электр станциясы басшылығы Қазақстанның табиғат қорғаудағы заңнамаларын бұзбаймыз деп уәде беріп отыр. Керек десеңіз мойнына қосымша міндеттемелер де алмақ. Ал 2018 жылы көлге күл төгу тоқтатылады. Абылай Маудан, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, 24 KZ.